Баршаларыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай, дәмді болып шығатын лаваштан тіске басар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер болады. Ең алдымен лавашымызды 2-ге немесе 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Қалауыңызша, мен 4 бөлікке бөліп дайындаған болатынмын. Осылайша барлығын алдын ала дайындап алып лаваштарымызды, енді арасынан сосискамызды және теркадан өткен сырымызды салып, дәл осы видеодағыдай етіп орап шығатын боламыз. Алдын ала барлығын осылай дайындап аламыз. Осылай барлығын дайындап болғаннан соң, 2 жұмыртқамызды шағып, үстінен тұзымызды, қара бұрышымызды қосып, жұмыртқамыз толықтай араласқанша араластыратын боламыз. Өзіңіз қалаған дәмдеуішті де қоссаңыздар болады. Енді қызып тұрған тапамызға кішкене мөлшерде ғана сұйық майымызды құйып, осылай кіларымызға аунатып, 2 бетін майымызға қуыратын боламыз. 2-3 минутта тез қуырылып шығады. 2 беті қызарғанша қуырып аламыз. Келесі бетін аударып, осылай өте жылдам дайын болады. Таңғы уақытта балдарыңызға осылай дайындап берсеңіздер болады. Осылайша барлығын қуырып алатын боламыз. Сыртының өзі сондай қытырлақ болып шығады. Ортасын бөліп көрсететін боламын. Ірімшігіміз созылмалы, өте дәмді болып шықты. Осылай үй жағдайында дайындап көрсеңіздер болады. Достар, менің видеом ұнаған болса, менің парақшама тіркеліп, мені қолдап, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді сұраймын. Сіз де дәл осылай дайындап көріңіз, ас болсын.